Саламатсызбы көрермен, қалай мойын остеохондрозын емдеуге болады? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басуды және пікір жазып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ескерту: кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Остеохондроз созылмалы ауру. 15-20 жыл бұрын остеохондроз негізінен ересектерге диагноз қойылған, сондықтан ол табиғи қартаю процесі сияқты ауру емес деп саналды. Бірақ бүгінде омыртқааралық дискілердің мерзімінен бұрын тозуы еңбекке қабілетті жастағы жастардың, жасөспірімдердің және тіпті балалардың проблемасына айналды. Остеохондроздың белгілері адамдардың 80%-ында, ал көп жағдайда мойын омыртқасында кездеседі екен. Мойын остеохондрозын емдеу үшін тазартылмаған өсімдік майы иісі бар және ұсақ тұз немесе теңіз тұзы қажет деп жазады Ауырмаңыз газеті. Емдеу курсына түгел жететін мөлшер мынадай: 10 ас қасық тұзға 20 ас қасық май қосып, біркелкі болғанша араластырамыз да бірнеше күнге қалдырамыз. Күн сайын осы қоспамен ауыратын мойын омыртқаларын сылап, жақсылап уқалау керек. Ем алдында 2-3 минут массаж жасайды. Күн сайын тағы 2-3 минуттан қосып, массажды 20 минутқа дейін жеткіземіз. Массаж біткеннен кейін мойныңызды дымқыл жылы шүберекпен сүрткен дұрыс. 8-10 күннен кейін мойын омыртқасының ауруы жайлы мүлде ұмытасыз. Сонымен қоса, көру қабілетінің де дұрысталғанын байқайсыз. Тері мұндай тұзды массаждан кейін аздап қабыршақтанады, бірақ курс аяқталғаннан соң тез қалпына келеді. Емдеу процесі кезінде зат алмасу жақсарып, шлактардан арыласыз, сондықтан кейде әлсіз, ұйқышыл болып кетуіңіз мүмкін. Бірақ бұл жанама әсері бар деген сөз емес. Әр адамға әрқалай әсер етеді. Бүгінгі видеом осындай. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз, байлығыңызды күтіңіз. Ем шипа болсын. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.